Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай духовкада піскен жұп-жұмсақ әрі дәмді пирожкидің рецебімен бөлісемін. Барлық ингредиенттер жылы болуы тиіс. Ең алдымен таза ыдысқа жылы сүтті құйып, оның үстіне бір ас қасық ашытқы саламыз. Және де бір ас қасық қант қосып араластырамыз. Қант ерігенше араластырып, үстіне бір стакан жылы су қосамыз. Бір шай қасық тұз қосып, оның үстіне еріген 50 грамм сливочный майдан қосып, ары қарай массамызды араластырамыз. Алдын ала електен өткен ұнды шетінен сала отырып, ары қарай венчикпен араластырамыз. Ұнды сала отырып қоюланған кезде ары қарай қолымызбен қамырды илейміз. Бетін жауып жылы жерге 40 минутқа қойып, ары қарай ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Картошка тез пісу үшін мен осылай жіңішкелеп турап суға пісіремін. Пештің астын қосып, картошканың бетіне жылы су қосып, оның үстіне бір ас қасық тұз салып, табанның қақпағын жабамыз. Пиязды ұсақтап турап майға қуырып, оны осы пюренің бетіне қосамыз. Аздап 50 граммдай сары май қостым. Дәміне қарай бұрыш саламыз. Қамыр көтерілген соң бірден пирожкиімізді жасап бастаймыз. Қолға жабыса берсе астын майлап алып, оқтаумен жайып, пюремізді салып, пирожкиімізді дайындаймыз. Жұмыртқаның сары уызына бір ас қасық сүт қосып, осылайша жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ әрі дәмді пирожкиіміз дайын. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой.